Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жан есен бе, амансыңдар ма? Көп болды көріспегелі, жүздеспегелі. Арнаға да видео салмай кеттім, уақытым да жоқ. Екі жұмыс қатар ұстау қиын. Жаздың уақыты мынау енді. 2025 өздеріңізге белгілі. Маусым айының бүгін 27-ші жұлдызы. Ал мынау Михон. Мынау баласы қасындағы Есәлең деген. Есәлең десе Есәлең нағыз ашуыма тиіп болады осы. Тентек Қопарғали. Мынаның бәрін сындырған мынау. Ана Будалайдың орнын сындырған. Мынау Айхон Шұбарбет деген бұзауы бар қасына. Туғаны бір ай болды. Мынау Зиқош деген сиыр, Тайсын деген бұзауы бар қасында. Мынау Жәке деген қашар, Алапар деген бұзауы бар. Мынау енді қыста малға шөп салатын жерім. Бұл жерде не істеп жүрсің, неге мал ұстап атсың десе, олай емес. Негізі жазда ашық аулаға сауатынбыз. Онымен жаңбыр жауып, жердің бәрі малмандай су болды. Бір апта болды, Аллаға шүкір. Бұлттың өзі қара түнек болып тұр аспанда. Мына жерде Будалай тұрды қыста. Одан кейін Аманат деген жылқы тұрды. Мынандай болып жатыр міне. Мынау қыста су ағатын орын. Ерген сулар соған. Мына жерге сауып жүрік қой негізі біз. Мына жер мынандай болып жатыр. Асты мей батпақ. Бұл жерге қалай сиыр тұрғызамыз? Желіне ластанады. Таңертең сауы керек болады оны. Жатқанда да қиын. Сондықтан да сиыр қайғаймалы астынан азып кетеді. Сондықтан астын аздырмайық деп. Ананың іші құрғақ болғасын ананың ішіне. Мынау енді малдың су ішетін ыдысы. Мынау тентек баламның салып кеткені ғой. Мынаның ішін ауыстырып таза су құямын. Мына шланг келіп тұр. Мына жердің бәрі су. Мынау осы 4 сиыр сауып отырмыз, Аллаға шүкір. Енді мына Айхонның Ақжанбас деген қашары бар. Сол желін сауып жүр деп кеше хабар келген бағымнан. Сол бағымнан хабар келгеннен ана Панда деген баспақ бәрін қосып жібердім бағымға. Сол туғаннан кейін хабар келсе, бұйырса алдырамын. Мына ауланың бәріне уборка болады, тазаланады. Мынандай 200 бөшкі мынау кесілген. Осы мықты болады екен, андай шуруппен атып тастаймын ар жағынан бері қарай. Ал шпалдар мынандай болып тұрады. Сондықтан мына ауланы түзеймін. Мынау былтырдан қалған шөп. Осы жерден бұзаулар үңгіп шөп жейді. Топан шөпті мынаған салып сыртқа шығарып жатырмын. Мынау енді қыста бұзып кеткен жер мына жер. Ары қарай рулон теуіп кетті де, сосын ар жағынан қоршай салдым. Мынау қақпа көтеріліп алынады. Шөп жинағаннан қайтадан жауып тастаймыз. Осындай шаруашылық, осындай ауыл менде. Кешқұрым келеміз, сиыр сауамыз. Бұзау тартсам мен мынау сиырдың күндегіше шығып жатқан боқтары. Осы қашан бір машина болады, сол кезде тиіп жіберем. Қыста мына жерге түсіргем боқтың бәрін. Содан түйіп алып кетті. Тиет жібердім. Сиырлар былай қарай ұзайды, ана ауылдың шетінен бір ары қарай кетеді далалыққа. Содан айналып барып көлге барады. Көлден су ішеді, жайылып келеді. Басқа тыныш, аманшылық. Қайда кетті деп іздеп жатқан болар адамдар. Бармыз, шүкіріміз, аманбыз. Мынау қыста жем жейтін ыдыстар ғой енді. Күндікше жатыр. Арасында қауын қарбыздың қалдықтарын салып қоямын. Мынау енді роддом, қыста мал тудыратын. Ар жақта қой тұрды, бер жақта сиыр тұрды. Мынаның ішін бәрін қиларын ойып, тазалап, мына жердің бәрін. Мынаның астын қырдық, далаға шығарып салдық. Мынау енді қыста
бойдақ сиырлар жатады. Бұдан ешқандай суық келмейді. Ық мынаның іші. Мынандай қағып тастадым ғой, енді арасында ашық жоқ. Мынандай болып ашық тұрса, онда суық соғуы мүмкін. Мынау әдейі қыста жабылмайды. Ана іштегі будың бәрі сыртқа шығады. Мына жердің бәрі бұзылады. Қойдың бәрін қырға қосып жібердім. 10 шақты бас алып қалдым, небәрі уақ жандықтан. Күзде бір жерден 10 бас, тағы да уақ жандық келеді, сонымен 20 бас бағылатын болады. Соны көбейтіп, туғызып көремін, алла қаласа. Біраз қойлардың жасы келгеннен кейін бордақылап сатып жібердім. Жастауларын алып қалдым. Қазір ана бұзау, жаңа соңғы сауған анау, сол бұзау еміп болғаннан кейін орнына байлайым. Биыл бізде шөптің бағасы 7 мыңға барды. Қырдың шөбі 7 мың, көлдің шөбі 6 мың дейді. Сондықтан маған сол былтырғыдай тап осындай шөп қажет. Тапсырыс беріп қойдым. Арасында көк шөп бар. Бір жыл өтсе де керемет мынау әлі. Сол шөп сол 7 мыңнан басталып тұр. 60 рулонға заказ беріп қойдым. Сосын 150 мөшек арпаға заказ беріп қойдым. Сонымен қыстан шығамыз деген ойдамыз, алла қаласа. Аллаға шүкір. Осы, ал жан есен болсын, аман болыңыздар. Қол тисе шығып тұрам, далаға бар будалайдың үйірін көрсетермін. Ол алды 10 бас будалайдың. Өзінен аумайтын құлын түсті, бір көзді шағыр. Гулия мен Гүлмайда деген байталдар бар. Гулия туды, ұрғашы құлыны бар. Оны да көрсете жатармын. Аман есен болайық, жақсы күндерде жолығайық. Жақсы пікірлеріңізді, лайктарыңызды баса кетіңіздер, жаза кетіңіздер, қолдап жіберіңіздер. Жан есен болсын, аман болыңыздар.